кыскартып? Балалық шағымыз өте қиын заманға тура келді. Соғыстан кейінгі жылдар. Әр семьяда ауыртпашылық болды. Бірақ сол жас кездегі қандай қызығушылық болғанын қазір мен точно айта алмаймын. Бірақ жаңағы мектепке барғаннан кейін білімге сол жаңағы терең білім алуды ойлайтынмын. Енді ол мектептегі жылдар жақсы өтті. Мектептегі жылдар кезінде мен математика, физикаға қызығушылығым жоғары болды. Соның нәтижесінде орта мектепті алтын медалмен бітірдім. Содан Алматыдағы, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетіне түстім. Қызығушылық табиғат ғылымдарын зерттеу мәселелері мені толғандырды. Жағы бастапқы алған біліміміз тек қана орта мектептің деңгейінде болғанмен, табиғаттағы құбылыстарды терең зерттеу мәселесі менің ойымнан шыққан емес. Қызықтыратын. Оның құбылыстардың техникада пайдалану мәселелері де мені өте толғандыратын. Бала кезде сіз өзіңіздің жаратылыстану, табиғатты зерттеу бағытына өзіңізді арнадыңыз, енді келесі сұрағымыз, сізде кандидаттық диссертацияңызды қорғау барысында кездескен қиындықтарыңыз қандай болды? Енді біріншіден мен жасым 30-дан асқан кезде кандидаттық жұмысқа кірістім. Оған себеп қарт әке-шешем ауылдық жерде тұрды. Сондықтан олар кішкене маған ограничение дейміз бе, қалай енді, шектеулер қойды. Мен ол шектеуді басып өтуіме болатын еді, бірақ мен енді қазақтың тәрбиесі мені жібермеді. Сол кісілер қайтыс болғанша жүрдім мен. Жүрдім. Отбасында қанша бауырсыздар? Үшеуміз. Бір қыз, екі ұл. Енді олар бөлек-бөлек. Мен солардың ішіндегі ең кішісімін. Сол үшін жаңағы өзі қазақтың традициясы бойынша кіші бала қолда болу керек деген мәселе сол мені біразға шейін ұстады. Ауылыңыз қай жерде бар? Ауыл Түркістанда Нұртас дейтін ауыл бар. Оңдасынов деген ағаларымыз бұрын Совет министрліктің председателі болған. Сол ауылдамын мен. Киелі жерден екенсіз? Енді Киелі жерден адамдар. әртүрлі ғой енді оны. Енді жаңа кандидаттық қорғауыңызға қанша уақытыңыз кетті? Кандидаттық қорғауды мен 79 жылы Қазақ химия технологиялық институтына жұмысқа орналасқаннан кейін басталды. 79 жылы. И 94 жылға шейін істедім. Менің негізгі ғылыми бағытым Ленинградтағы физика-техникалық институтта Йоффе атындағы жүрді. Ол институтқа бару, келу мәселелерінің бәрі өзімнің есебімнен жүргізілді. Жұмыс өте жақсы жүрді. Бірақ істелінетін уақыт қысқа.
әр жаздың күні 3 ай барып келем. Иә. И қыстың күні жаңа 1 ай сұранып кетемін. Жол деген тек самолетпен барасың, ол енді қаражат, бір жарты айлық есебі. Сонымен Ленинградта 15 жылға шейін істедім. Енді көпшілікте ойтуы мүмкін, соншалықты көп істеу ол. Ол келесі сұрағыңызға. Осы жылдар ішінде ғылымнан бас тартқыңыз келген кездер болды ма? Болды. 15 жыл бойы не жетеледі? Болды. Ол сол соңғы жылдары 15 жылдың соңында да нәтиже шығу өте ұзаққа созылып кетті. Семьядағы жағдайлар ойландырды. Себебі ұлдарым, қыздарым өсіп жатыр, оларды жаңағы орын-орнына қою керек, жағдай жасау керек. Ал енді институттағы менің жағдайым бір айтарлықтай емес болды. Сондықтан аяқ жағында жұмысты қоя салсам ба дегенде ой болды. Бірақ шыдадым. Енді бұл жерде ғылымда жүрген адамдар түсінеді. Алдымызда неше түрлі шлагбаумдар тұрды. Неше түрлі. Административный болсын, семейный болсын, вообще сондай кедергілер болды. Бірақ соңына шейін жеткізуге тырыстым. Нәтиже алуға. Бұл жаңа бала Әзіретайдың кезіндегі арманның нәтижесі. Иә, сол ғой енді. Сұрақ болсам, сол кездегі ғылыми ортамен қазіргі кездегі ғылыми ортаны салыстырып қарасақ, қандай айырмашылықтарды байқайсың? Қазір жақсы ма, әлде бұрын жақсы ма? Қазір енді менің ойымша жалпы оқу, білім алу мәселелері төмендеген сияқты. Ол кезде бір энтузиазм бар еді. Жастайыңнан сол ғылымға, білімге деген балалардың басында сондай жоғары дәрежеде еді. Қазіргі кездегі балалар туралы мен оценка жасай алмаймын. Себебі ол кездегі жағдаймен қазіргі жағдайды салыстыру қиындау енді. Қиындау. Себебі қазіргі талаптар бөлек, қазіргі стандарттар бөлек, қазір жаңағы оқу білімге саясаттың араласуы бөлектеу. Сондықтан ол оценка жасау өте қиын. Бірақ енді кейінгі осы соңғы жылдарда менің байқауымша мектептерде болсын, жоғары оқу орындарында болсын, балалардың білімге, ғылымға ынтасы көтеріле бастағанын байқап жүрмін. Келесі сұрақ. Ғылым мен отбасын қатар алып жүру қаншалықты қиын болды? Өте қиын. Қалай қабылдады? Өте қиын. Өте қиын. Себебі жас кезде ғылыми зерттеуді жасап, оны қорғап алғанда бүлікті болар ма еді. Себебі менде 5 ұл қызым бар, олар ер жетіп қалды. Әрқайсының жағдайын жасауым керек әке ретінде. Ол жаңағы менің ғылыми жұмыс жасауыммен екеуі параллель жүргендіктен менен көп энергия талап етті. Қиын болды. Бірақ екеуінің де шешімін таптым. Жаз жеріңіз. Жаз жеріңіз.
жанұямен қолымды қатар алып жүргенде қиындықтар. Сол екеуінің де қиындықтарын жеңуге тырысып, и жеңдім де. 15 жыл уақыт ғылым жасауға, зерттеуге кетті. Соның аяқ жағында, сол зерттеудің аяқ жағында, мен зерттеу біткеннен кейін негізгі мұғалімдік жұмыс, университеттегі жұмысты бөтен жұмыспен ауыстырып, семьялы жағдайымды дұрыстауыма мүмкіншілік болды. Енді жаңағы 15 жыл бойы кандидаттық жұмысыңызды жаздыңыз. Қашан қорғадыңыз? 10 жыл өткеннен кейін қорғадым, жасап біткеннен кейін. 94 жылы біттім жұмысты. Содан кейін жаңағы қиын заман басталды. Семьялық жағдайым туралау үшін 10 жыл уақыт кетті. Содан қайтып қорғауға ең себепші болған химия-технологиялық институтының физика кафедрасының жетекшісі Сағындық Базат деген ғалым жігіт, зав кафедра, сол үлкен көмек жасады. Уақыт мәселесі сол арқылы шешілді. Өзіңіздің ниетіңіз таза болғаннан кейін таза адамдарды көбейтіп жатқан. Сондай. Жұмысыңызды қорғаған кезде қандай сезімде болдыңыз? Жұмыс жасадыңыз, одан кейін 10 жылдан кейін келіп қайтадан оны алып, қорғаған кездегі сезімде басқаша болды. Қорғаған кезде бір, қалай айтуға болады, жоғалған нәрсені тапқан сияқты болдым. Себебі ол тек қана осы екі ортада ғылым ғана болған жоқ. Әртүрлі жағдайлар кездесті, қиыншылықтар болды. Бірақ сол жоғалып кеткен затым тауып алғандай болдым. Сіз үшін маңызды болды ғой? Енді маңызды болғаны ол өзі прагматикалық нәрсе ғой. Ол соңғы нәтиже, ол уже жаңағы менің қоғамдағы дәрежесіне де әсер етті, семьядағы жағдайға да әсер етті. Ол енді комплексный нәрсе бұл. Енді қалай ойлайсыз, осы өміріңіздегі жетістігіңіз ол ғылымдағы кандидаттық қорғағаныңыз жүріп өткен жолыңызда, әлде отбасында жаңағы ешқандай олар қарсылық көрсетпей, олардың бүкіл жағдайын әке ретінде жасау ма? Бұл жоқ, ол екеуі де комплексный нәрсе ғой. Бірінен бірін бөлуге болмайды. Себебі өзі адамның өмірінің өзі күрделі нәрсе. Ол күрделі философиялық нәрсе. Сондықтан біреуіне тигізілген пайда екіншісіне де тигізіледі. Сондықтан ол менің ойымша мынау жақсы, мынау жаман деп айтуға бұл жерде қиындау енді. Жалпы ағай, енді ғылым жолындағы адамсыз, бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізетініңізді, алған жауапкершілікті толығымен жасайтыныңызды дәлелдеп келе жатқан тұлғасыз. Өзіңіздің жұмыс отбасынан бөлек хоббиіңіз бар ма? Хобби енді. Ұмытып, сол кезде, сол моментте соның ішіне кіретін. Енді хобби ол не ғой енді жаңағы шахматпенен әуестенгенбіз мектепте жүргенде. Бірақ ол любительский уровень дейді ғой енді. Не дейді қазақшасы? Қызығушылығы бар. Иә, любитель. Сіз енді Жәнібек университетіндегі
бүкіл адамдарды нападал дейді ғой. Шахмат ойынында қуатқаныңыз ойын өзіңіздің бір керемет. Енді ол былай. Ол шахмат дейтін нәрсе адамның ақыл ойымен келетін нәрсе. Менің өмірімде сол өмір бойы ғылыммен заниматься етудің өзі сол ойлану қабілетін жетілдіруге көмектесетін нәрсе. Ол шахмат деген нәрсе жаңағы әр жүрісің оптималды болу керек. Сол метод оптимизации дейді ғой. Математический подход бұда. Жаңағы наиболее оптимальный, наиболее выгодный вариантты табу қысқа уақыттың ішінде. Бұл адамның ақыл ойына келетін нәрсе. Енді бұл, может быть, әке-шешемізден берілген ба, жоқ болмаса, сол ортадан берілді ма, сол көп жаңағы қалай деп айтсам болар еді. Опыттың нәтижесінде келетін нәрсе бұл. Сол жаңағы шахмат ойнайтын жерде де сізді жиірек көреміз дейді ғой. Иә. Олар енді жаңағы не ғой. Жоқ, енді мен ол соны қуып түспеймін. Өздері шақырады дейді. Енді өрді де бұлай уважаемый адам сияқты мені қабылдайды негізі. Кім біледі, енді ол менің ойым шығар. Бірақ на самом деле, сол енді жаңағы уақытын өздері шақырады, барам, дейді, жаңағы қолым бос кезде барам, сондай. Егер уақытты артқа қайтаруға мүмкіндік болса, жағдайды өзгертер едіңіз? Бұл өте қиын мәселе. Біріншіден, ең бірінші маған кедергі деп айтсам да болады, жетістік деп айтсам да болады. Сол әкемнің, шешемнің айтқан сөздерін орындау. Оның пайдасы, біріншіден мен моральдық жағынан өзімнің қарызымды орындадым. Моральдық пайдасы. Екінші жағы, ол сол уақыт өткізіп алдым. Бастап кезде ғылыммен заниматься ету үшін уақыт өткізіп алдым. Сондықтан мен оған өкінбеймін. Бірінші, менің міндетім әке-шешемнің парызын орындау. Бірінші міндетім. Содан кейін барып, екінші, ол ғылым. Ол уже әкем қайтыс болғаннан кейін барып, мен кірістім бұған. Енді соңғы сұрақтарда, алтынды сұрақтарымызды бітікті, соңғысында бір сұрақ, қысқа жауап беріңіздер. Содан. Сіздің сүйікті кітабыңыз? Сүйікті, мен енді художественный литератураларда оны көп оқымаймын, шынын айтайын. Мен жаңағы ғылыми деректі негіз ғалымдардың өмірбаяны, сосын олардың жаңағы істеген жұмыстарының нәтижелері, соған байланысты шығып жатқан ғылыми жаңағы статьяларды қарап отыру, сол мен өзім соған не қыламын. Ғылымдағы кумиріңіз кім? Ғылымдағы кумиріміз енді ол бір жоғары не сияқты, бірақ енді мен ғылымдағы негізгі физиктер ғой енді. Сол физиктердің бәрі мен үшін бір ұстаз сияқты. Үлкен ғылымдар, енді ғалымдар. Өзіңіздің шәкіртім деп айта алатын адамдар? Енді шәкіртті екі ғылым кандидатын дайындадым.
Ол жаңағы Бақытғали, сосын Рақашев и Дәулет. Бердәлік Дәулет. Ол екеуі де сол мен істеген ғылыми бағытыма жаңа өзгертсеңізді. Бұлар жаңағы радиациялық материалдардың техникалық, физикалық қасиеттерін зерттеді. Ол практикалық тұрғыдан қазіргі кездегі жоғары технологиялық атом реакторларының материалдарына әртүрлі элементар бөлшектердің әсері қандай болатындығын, әртүрлі элементар бөлшектердің реактор материалдарына қандай әсер ететіндігін, бұлардың екеуі де ғылыми зерттеу жұмыстарына өте терең ене білді. Жаңағы жұмыстың айырмашылығы енді екеуі де экспериментатор. Эксперименттің нәтижесі екеуінде де бір-біріне жақын. Теориялық жағынан да жақын. Сондықтан енді бұның бірін бөліп айту қиын енді. Екеуі де менің ойымнан шықты. Ізденушілік, ізденпаздық дейтін бар. Исследовательский свойства адамның. Сол іздену мәселесі келгенде бұлар жақсы жұмыс істеді. Терең сол қойылған есептің терең ашылуына мүмкіндік жасады. Енді сіз кафедрадағы енді бірге жұмыс жасап жатқан әріптестеріңіз туралы бір ауыз сөз айтып кете аласыз ба? Алмат Қадырович деген мысалы. Енді сіз ретінде қоспағаныңызды кішкене ойланып отырмын. Өзімді сіздің ойлап жүрсем. Жоқ, дұрыс қой. Мен ол жаңағы қоспаған емес, енді бұл доканчивать етейік оны. Мен ол ойымды болмады. Сен енді қысқа уақыт не қылдың. Олар әрқайсысы 5 жыл, 6 жылдан менімен не қылды да жұмыс жасады. Ал енді сен бір кратковременный уақытта сол үшін сен ол шығарып тастай алмаймын. Потому что енді былай ғой, шәкірт деген бір сондай мәселені бірге ойласып, бірге зерттеп, соның жаңағы нәтижесін алу, енді бұл длительный история, жаңағы оған көп уақыт кетіресің. Бірақ мынандай мәселе бар. Даже эксперимент жасаған кезде бір қасында жүрген ол жұмысқа совершенно сенімен қатысы жоқ. Бірақ жақсы идея айтса, ол адамда сол менің жұмысыма көмектейді деп есептеймін. Мысалы, даже бір элементарный нәрсені ол маған подсказ жасайды. Мынадай устройство істейік, установка жасаған кезде. Мен мына детальді осындай қылып істеу керек дейтін болса, соның өзі жаңағы оны да есептеуге болады. Статьяға бірге шығарасын. Сосын жаңағыдай енді сенікі ол жағынан ауқымдылау. Потому что сен енді жаңағы магистратура мәселесінде енді сондықтан оны жаңағы ол деуім керек. Қосып қой, жақсылап өзім. Студент кезде қатты қиналған кезіңіз болды ма? Жоқ, студенттік кезде мен қиналған жоқ. Мен үшін базовый образованием жақсы болды мектепте. 6 медальмен бітірдім.
элес деген сыяктуу. Жоқ, ондай болған емес. Ондай болған емес. Енді нюанстар бар ғой, оның бәрін несін айтасың? Жарайт. Сіз егер ғалым болмасаңыз, кім болар едіңіз? Айту қиын. Себебі бұл өзі мамандық таңдау дегеннің өзі сол жас кезден адамның, жас баланың қалыптасуына байланысты болады. Қалыптасуға байланысты болады. Мен мектептен бастап өзім сол бір физика, математика ғылымдарына көп кең аударғандықтан, мен ойымша мен психологический жағдайыма сәйкес емес. Мен бір карьера іздеп, бір қызмет, анау басқа мәселелер туралы. Яғни сіз бала кезіңізден ғалым боласыз? Иә, сол басынан осыны ойластырдым енді. Әзірет ағай, өзіңізді үш-ақ қасиетпен қалай сипаттар едіңіз? Енді Әзірет ол қандай үш сөзбен? Үш сөзбен дейсің бе? Бірінші, адалдық. Бірінші. Екінші, ізденімпаздық. Үшінші, жауапкершілігі мол деп айтуға болады. Мен жаңа бір нәрсені алсам, оны... Төртіншісін айтар едім. Нәтаев Әзірет ағай, ол чемпион. Енді оны қоспай-ақ қой. Оны қоспай-ақ қой. Сіздің жаңағы жастарға айтар бір ауыз кеңесіңіз? Жастарға айтар кеңес... Жүріп өткен жолыңызға кеңес отыр. Жастарға айтатын кеңес, біріншіден, мамандықты дұрыс таңдау. Әр мамандықтың өзінің ғылыми бағыттары болады. Сол ғылыми бағыттарын терең түсіне білу керек, құбылыстарын түсіну керек. Содан кейін барып, алдына адам мақсат қойуға болады. Мақсат деген орындалу үшін көп еңбек ету керек. Көп білімді накопить ету керек. Сосын, енді қазіргі точка зрения бөлікті енді. Бірақ мен ойымша, конце концов, бәрі осы мен айтқанға келеді. Себебі ол жеңіл-желпі мәселелердің бәрі біртіндеп сыртқа қала береді. Көбік қой. Сүттің көбігі. Әзірет ағай, жаңа 80-80-80-ге тоғатылғанын дедіңіз ғой? Иә. Жалпы осы 80 жыл, мен қазір 37-тен ғой. 80-ге жеткенге дейін көп нәрсені жасай аламын, уақытым жетеді деп ойлаймын, бірақ реалия ондай емес қой. Сіз үшін 80 жыл жаңағы көбісі айтады ғой, көзді ашып жұмғанша деп. Иә. Дәл солай тез өтеді. Иә. Солай болды ма? Менде де солай енді, себебі особенно мынау сол жаңағы қиыншылық замандар үлкен отпечаток жасады. Себебі қиыншылық кездерде сол уақыттың өтіп кеткенін байқай алмайсың. Себебі проблема көп баста. Ол проблеманы шешем деп жүргенде уақытты ұмытып кетесің. Сонымен жаңағы қалай кеп қалғаныңды өзің де білмейсің. Сондай қиыншылықтар. Сізді ары қарай да қуанта беріңіз, ағай. Сіздің Әзірет ағай деген кезде жаңағы әзілдеріңіз, немесіне дейді ғой жаңағы, ертесінде айтылған әзілдеріңіз, бір өзіңіз жиын, болмаса бір сыртқы
жаңағыдай кафедралап уже жиын жасайтын кезде үнемі бізді қолдайсыз. Сізге көп рахмет осындай позитивті көзқарасыңыз үшін, бізді жастарды қолдап жүргеніңіз үшін, біздің кафедрада жұмыс жасағаныңызды мақтан етеміз. Сізге көп рахмет. Енді мен өзім дополнение жасайын деп отырмын. Себебі анау мен істеген ғылыми жұмыстарым, бағыттарым бар ғой. Сол егер жастарға қызығушылық танысатын болса, соның мәселелерін бірауыз айта кетсем ба деген ойым бар. Себебі мен Ленинградтағы физика-техникалық институт, Йоффе атындағы институтта жаңағы жұмыстарды жасадым, ғылыми жұмыстарды. Ол жұмыстардың негізгі бағыты әртүрлі қатты денелердің, әртүрлі қатты денелердегі фундаменталдық мәселе. Именно активация энергиясын анықтау. Ол активациялық энергияның сол материалға, оның беріктігіне, жаңағы морттығына, серпімділігіне қандай әсер ететіндігін зерттеу. Бұл бір жағынан қазіргі технологияның дамуына үлкен әсер етеді. Себебі кез келген қазіргі технологический жаңалықтардың бәрі сол жаңа материалдар, соның ішінде болып жатқан атомаралық ядролық құбылыстар, соларды зерттеу арқылы жаңағы ол материалдардың физика-механикалық қасиеттерін анықтауға, соған жауап беруге мүмкіншілік туады. Оның үстіне ядролық энергетика деген қазіргі кезде өте керемет дамып жатқан жағдай бар. Елімізде сол атом электростанцияларын салу мәселесі қолға алынып жатыр. Сонда жаңағы радиацияның материалдарға қалай әсер ететіні, оның ұзақ бұзылмай жұмыс істеуіне қаншалықты әсер ететіні, ол экономикалық жағынан пайдасы бар нәрсе. Сондықтан бұл жұмыстар келешекте де актуалды болады деп есептеймін. Сол. Үлкен рахмет.